Сәлеметсіздер ме, тыңдарман? Каналыма қош келдіңіз. Қазақша каналының дамуына өз үлесіңізді қосып, қолдап кетіңіздер. Бомж. Көшедегі үй-күйі жоқ қайыршы көп кездестіреміз. Олардың барлығы бір-біріне қатты ұқсас. Беттері ісіңкі, қызарып, қалжыраған жүздер мен жарым жан, түссіз көз, бір қарағанға еш нәрсе аңғартпайтын жанарлар. Бейне бір бұл адамдар баяғыда мерт болған секілді. Ал олардың денесі болса жоспарланған бір нәрселерді ғана жасап жүрген сияқты көрінеді. Олардан үнемі жаман иіс мүңкіп тұрады. Қолындағы әйнек ыдысын аз ақшаға сатып, ішімдік алады. Алайда ішімдіктің әсерінен өздерін тіпті кәдімгі мас адамдар секілді ұстамайды. Ән айтпайды, бос әңгіме айтпайды. Тек қана бөгеліп, көшенің қақ ортасында бір орында қатады да тұрады. Таң сәріден қоқыс жәшіктерін аралап, күні бойы соны күзетумен жүретін қайыршының әдеттегі түрі осындай. Осы адамдар көшеде қаңғып қалмас бұрын кім болған екен деп ойлайтынмын. Бәлкім олардың ата-аналары, отбасы, жұмысы болған шығар. Бірақ бұл келген тосын ойлар тез арада жоқ болатында, мен өз қызығым өзіммен болып кете беретінмін. Осындай ой үйімнің алдындағы қоқыс жәшігін ақтарып жатқан мойнында мойын орағышы бар бір қайыршыны көргенде келген еді. Мені таңғалдырған жайт, ол өзінің тапқан сасық табысын үлкен жол сөмкесіне салып жатты. Сөмкесінде көшеден тапқанға ұқсайды. Ол біздің үйіміздің ауласында жиі көрінетін болып кетті. Пайдалы жер тапқаны көрініп тұр. Қаланың қақ ортасында ауқаттылар тұрады емес пе? Тамақ толы да дастарханнан біраз нәрселерді лақтырып тастайды. Аш кезбе оны алып не жеп, я болмаса қажеттілігіне жұмсайды. Мен оған қарамауға тырысатынмын. Себебі үнемі қоқыс жәшіктің жанында қай көрші қандай қоқыс әкеледі екен деп отырған адам маған жағымсыз көрінетін. Бір күні мен оның қалай тамақ жейтінін көрдім. Умаждалған қағаздың үстінде жан-жағы тістелген нанның жатқаны мендегі ыстық аяушылықты тудырғанын білсеңіздер ғой. Одан басқа еш нәрсе жоқ еді. Қайыршы баяу әрі ойға шома отырып, шайнап отырды. Ал менің кеңірдегіме кесек тұрды да қалды. Күні бойы осы бір көріністі ұмыта алмадым. Селдете жауған жаңбыр астында, жол бойында кір қағаз үстіндегі бір тілім нан. Түнде ұйықтар алдында осы адамға дұға етпек болдым. Мен Алладан оның күнәларын кешіріп, оған ризық пен баспана берші деп сұрадым. Келесі күні әлгі адамды тағы да жолықтырдым. Ыңғайсыздық сезімі мен оның сасық иісінен жиіркеніш сезімін жеңіп, қалтамнан тиын тебенімді алып оған ұсындым. Ол маған қарамастан оны алып, кір басқан қолымен кірлете ақырын қалтасына салды да ары қарай қоқысты ақтара бастады. Келесі жолы мен оған тағы да аз ақша бердім. Ол маған қарады. Көптен бері ұшқынсыз қалған көз жанарында қызығушылық танытқан ұшқын пайда болды. Оған үшінші рет ақша берген кезімде рахмет деп мыңқ еткендей болды. Осылайша әсте-әсте осы адам екеуміздің арамызда байланыс пайда болды. Не болса да сол кездері мен оған жер бетіндегі ең жақын адамы болдым. Кездескен кезде ол маған бас шұлғитын болды. Дәруменсіздікпен кірден жарылып кеткен ерні күлімсірей бастады. Осы бір қатыгез күн менің есімнен кетпейді. Бір күні аулаға шыққан кезде дүкен жанындағы қоқыс жәшігінің қасында өзінің ұсақ-түйек заттарымен жайғасқан менің қайыршыма милиционер келді. Мен оны алып кетеме деген қорқыныштан қатып қалдым. Алайда әскери киімдегі адамға онымен әуреге түсу жиіркенішті болдау деймін. Ол оны дөрекілікпен итеріп, жоғал деп
Айғайлап аяғымен сөмкесін теуіп жіберген еді. Ол ұшып барып жерге құлады. Ал оның ішіндегі бір тілім нан мен қызанақ шалшыққа қарай домалап кетті. Қайыршы үнсіз орнынан тұрып, су болған нанды алып, құнттай отырып қайтадан сөмкесіне салып кете барды. Аяушылық пен жан ашырлықтан тұншығып барам. Қарны тоқ, милиционерге барып, неге ғана аш адамды нанынан айырдың дегім келді. Бірақ мен тек қана жұдырығымды түйе қарап тұрдым. Не істей алар едім? Менің жасым бар жоғы 16 ғана. Әрі тәртіп сақшыларымен байланысқа түсуге өзім де қорықтым. Осыдан соң бір апта бойы әлгі қайыршы көрінбей кетті. Осы адам үшін әр күні дұға еттім. Тіпті ол енді келмейтін шығар деп оны сағына бастадым. Бір апта өткен соң біздің ауланың қоқыс жәшігінің жанынан оны қайтадан көрген кезде қуанышымда шек болмады. Дәл осы күні анам сөрелердегі ескі киімдерді реттеген еді. Мен анама жақындап ауладағы қайыршыны байқады ма, жоқ па, сұрамадым. Осыдан соң оған ескі аяқ киім мен жейделер тауып беруін өтіндім. Анам киім-кешектерді жинап берген соң қоқыс жәшігінің жанында ұйықтап жатқан еркектің жанына қойдым. Ол көзін ашып сөмке толы заттарды көрген кезде асықпай ақтарып алсын деп қашып кеттім. Осы күні менің жоспарым пісіп жетілді. Мен бұл адамға Құран сыйламақ болып шештім. Мен оның мұсылман екендігін әлде емес екендігін білмедім. Тіпті бұрын кім болғанын, не істегенін де білмедім. Бір білгенім, егер оның қолында Құран болар болса, ол өзінің рухын сақтап қалатыны. Жастық жалын мен сезім қолына Құран ұстаған адам теріс жолмен жүрмейді деп үміттендірді. Ол әдеттегенше кір қожалақ жыртық болып жүре берсе де, жан дүниесі тазаланып, сәулеленеді. Мен көп қиналдым, шешімге келе алмай уайымдадым. Бір күні дұға етіп отырып, беруге дайын екенімді сездім. Алдын ала сатып әкеліп дайындап қойған қасиетті Құранды орамалға орап, қайыршымды іздеуге шықтым. Оны көп іздеп жүрген жоқпын. Ол өзінің жұмыс орнында отыр екен. Біраз ақша бердім де қолына түйіншекті ұстаттым. Ол маған сұраулы жүзімен қарап қалды. Ал мен болсам тек күлімсіреп тұрдым. Қанша уақыттан бері таныс болып қалсақ та, біз бір-бірімізбен сөйлескен жоқпыз. Осыдан соң біз мүлде келісіп көріспей кеттік. Мен емтихандарымды тапсырып жүрдім де, ол туралы ойлауға мүлде уақыт болмай кетті. Менің жолым болып, Түрік университетіне оқуға түстім.